Кырым-татар тілі түрки тілерінден бірі деп сайылған тілдір. Шу истиланин 1783 сенесі Русия империясының теркібіне кірсетілген Кырым ханлығының Турки ве түркилешкен иалисының тілі адландырыла. Бүгінгі күнге есе Кырым-татар тілі Кырым ярымадасында сығдар қалған ве Кырым татарларының оз тарихи ана топрағына қайтып келмесінен шу тіл ташыйчыларының сайысы күн-күнден әп артмақта. Бойлілікненде Орта Асия ве тамам Өзбекистанда, Русияның женубынде, Азербайджан, Булгаристан, Гүрижистан, Маджаристан ве Түркияде дарқалған тілдір. Кырым-татар тілі Кырым ярым адамызда милләттан сон 2-ші бейнелігінің башында яшаған Кыпчак кабилелерінің тіллері эсасында пейда олған. Соңра есе турк ве ноғай тіллерінің тесіріне де оғратылды. Тілімізде уч эсас, яни шимали, чөл. Орта ве женюбий, ялы бойлы шевелері айырыла. Шималь ве орта шевелері адетінже Кыпчак группасына кірсетілсе, женуб шевесі есе Оғыз группасына кіріп, Кыпчак группасындан бір сыра фонетик, морфологик ве лексик хусусиетлерінен фаркланмақта. Кырым-татар язысы ақында лафымызны үрсетсек, язымызны уч девірге бөлнек мүмкіндір. 1929 сенесінеже Кырым-татарлар араб уруфатынен, 1929-1938 сенелері девамында есе язымыз латин язысы эсасында 1938 сенесінде олып кечкен конференциядан сон есе Кирилл язысының куланмаға карар чыгарылган еді. Зиманеви эдеби тілімізде 1930 жыллары орта шевесі эсасында шекіленген еді. Бұндан эвел умумтур китап язма тілінде олған бутун турки эдеби әбиделер турк тілінің тесіріне оғрай еділер. Өзбекистанда Кырым-татар тілінде газета ве мюжмалар нешір етіле, радио ве телепрограммалар алып барылайды. Сұргынліктен әвел ана топрағымызда шыққан Ені Дүния газетасы 1957 сенесі Ташкент шерінде Ленин байрағы адынен ғайрыдан нешір олыны башлады. Муаририеті ise 1991 жылы Ахмежди шеріне Ені Дүния адынен көчірілген еді. Шымдылық Кырымда Кырым-татар тілінің ичтимаи функциялары кенлешіп, оның статусы да көтеріле. Кырым-татар тілі Кырым Жұмхуриетінің уч девлет тілерінің сырасына кірмекте.